кезекші дегеніміз сержанттардан тағайындалады. Рота бойынша кезекші шақырған кезде кез келген есіктен біреу кіріп келсе, рота бойынша кезекші далаға шық деп команданы осы рота бойынша тәуліктік кезекші тарқатып береді. Ал егер даладан командир рота кіріп келетін болса, оған рота тік тұр деген команда береді. Сол кезде жүріп бара жатқан солдаттар, сол жерде жүрген сержанттар барлығы жүріп бара жатқан тік тұр солдатқа қарай. Сосын кейін еркін тұр деген кезде рота бойынша кезекші де еркін түрде ары жалғастырып жұмыс қозғалысы жүре береді. Рота бойынша тәуліктік кезекші егерде штык ножынан айырылып қалып, болмаса ұйықтап қалып, отырып жағдай болатын болса, оны сол жерден момент шешіп, басқа солдатқа келіп қояды да, бұл ертесіне қайтадан түседі. Бұның ең қиыншылықтары. Рота бойынша тәуліктік кезекші 2-4 сағат тұрады бүгін. Одан кейін 4 сағат ұйықтап алады да, екінші солдат келеді. Сөйтіп бір сутканың ішінде 4 сағаттан 2-ге ауысып тұра береді. Содан кейін кез келген пожарный жағдай болатын болса, мынандай огонь күшті болады, бұл жерде кольцо болады, кольцоны шешеді да, басқан кезде мына жақтан отты өшіріп, противогазды киіп алып басына, отты өшіруге болады. Бұл түсінікті болса, келесі сабағымыз қарауылдық және сақшының міндеттері. Қарауылдық қызметтер дегеніміз бүкіл наряд бойынша 12 адамнан құралады. Қарауыл бастығы мынандай ПМ пистолетті алып, осының ішіне ПМ пистолетті ременіне тағып алады. ПМ пистолеті болады. Қарауыл бастығы взвод командирлерінен тағайындалады. Бұл офицерлер болады, тек қана. Офицерлер, мына жерде ПМ пистолет болады, жанында 8 оқ, запасной 16 оқ, ал ПМнің ішінде тағы 8 оқ, общий 24 оқпен ол қарауылдық қызметке бүгін сағат 8-де түссе, жанында тағы 11 адам тұрады. Ол 11 адамымыз біріншісі қарауыл бастығының көмекшісі, ол сержант соттардан тағайындалады. Ол қарауылдың бастығының көмекшісі автоматпен және мына жерде подсумкасында 2 магазинмен автоматпен шығады. Одан кейін үшіншісі таратушы да осындай автоматпен 3 бастық болып, қалған солдаттарымыз, 12 солдаттарымыз әскери бөлімде ұйықтамайтын, төзімді, атқан кезде мергендігі жақсы, барлық кезде қырағылықпен, сақтықпен жақсы солдаттардың барлығы 12 солдат тағайындалады. Бір рота бүгін түсте бір батальонда 9 рота болады. 9 рота бір батальоннан күн сайын ауысып тұрады. Бүгін бірінші рота, ертең екінші рота, ары күні үшінші рота, төртінші рота, бесінші, 9 ротамен айналысып, қарауылдық составта 15 адамнан құралады. Қарауыл бастығының міндеті осы солдаттардың барлығын посттарға қою міндетті. Пост дегеніміз әскери бөлімде 4 пост бар. Бірінші постымыз знамя. Жалау тұрады, үлкен жалау. Жалаудың қасында бір солдатты барып қойып кетеді. Мынандай үлкен жалау, көк жалау болса, Қазақстан Республикасының жалауы. Соған бір солдатты 2 сағатта қойып кетеді. Екінші постымыз мына жақта тұрады. Екінші постымыз қару-жарақ, ішінде оқтарымыз бар, және де гранаталарымыз бар. Бүкіл әскери бөлімнің қару-жарақтарын екінші постқа келіп, екінші солдатты қойып кетеді, қарауыл бастығы келеді. Үшінші постымыз мына жақта тұрады. Үшінші постымызға апарып қояды да БМП, БТР барлығына 2 сағат бойы осыған жауап береді. БМП, БТР, Нивалар, сол жерде барлық көліктерді үшінші солдатымыз қараулап тұрады. Осы жерде тапжылмай 2 сағат бойы. Мына жақта тағы да 4-ші пост болады. 4-ші постқа аппаратта қарауыл бастығы тағы бір солдатты қойып кетеді. Ол жерде столовый болады. Армияның күніге берілетін тамақтары. Ол жерде грешкісі де бар, күріші де бар, сары да, жұмыртқасы, колбасасы. Осыны 2 сағат бойы бір солдатты тасып кетеді. Сонымен қалған 8 солдатты өзінің войсковой частьтан былай қарай шыққан кезде кішкене городоктан былай қарай жанында өзі қарауыл қалашығы деген болады, сол жерге барып орналасады.
сөйтеді да 4 солдатты на месте барады да ұйықтатып қояды. Аяқтарында беріктей автоматымен кез келген жерде, осы жерде мына жерде 4 диван болады қатарынан. 4 диванға қатарынан 4 солдат ұйықтап тастайды. Ал қалған 4 солдатымыз бодушысымен, олар шахмат ойнайды, карта ойнаса болады. Олар демалыста тамақ жейді, шай ішеді, осының ішінде айналып 4 солдатымыз жүретін болады. Сонда 12 солдат кругласы үшін тұра береді. Қарауыл бастығының міндеті осы түнімен осы солдаттардың барлықтарын, осы 12 солдаттың барлығын ауыстырумен, айналдырумен, түнімен ұйықтамайды. Оның қарауыл бастығының ұйықтайтын кезі азанғы 9-дан 1-ге шейін ұйықтайды. Ал қарауыл бастығы 9-дан 1-ге шейін ұйықтап жатқан кезде оның орнына қарауыл бастығының көмекшісі ұйықтамайды. Оған посттарды ауыстырып отырады. Ал қарауыл бастығының көмекшісінің ұйықтайтын уақыты түнгі сағат 10-нан азанғы сағат 9-ға шейін ұйықтай береді. Ал таратушы болса кез келген кезде ұйықтай береді, тұра береді. Солдаттармен бірге 2 сағат ұйықтаса болады, 2 сағат тұрса болады. Ол тек қана таратушы. Қарауыл бастығының көмекшісі мен қарауыл бастығының нелері уақытсыз болмаған кезде таратушы болады да қарауыл ұйқыдан тұрамыз дейді, тұрғызып алып, жаңағы бірінші знамя жалауымызға барып постқа қояды. Екіншісін постқа қойған кезде қарауыл бастығы мына жақтағы солдатқа келген кезде ол солдат уже 2 сағат бойы ұйықтамаған солдат былай доклад береді. Аға лейтенант мырза, менің кезекшілік кезінде ешқандай оқиға болған жоқ деп оған доклад береді. Содан кейін қарауыл бастығы тексереміз дейді, екеуі сосын кейін сол жерде тұрған тумбочкасының барлығын тексереді. Телефон жауаулар орында ма, отпечатка мына жерде печаттарын бәрін көріп тапсырады да, бұл жерге бір солдатты қойып кетеді. Содан кейін екінші постқа барады да, екінші солдатты да тура солай доклад қабылдайды, оны да қабылдайды, үшінші солдатты қабылдайды, төртінші солдат ниваларға жаңағы военкомат факттерге барады да, оны да ауыстырып, сөйтіп бұл солдаттарға барып ұйықтатады. Сөйтіп круглосуточно 12 солдатымыз 2 сағат ұйықтайды, 2 сағат бодушы сменде отырады, 2 сағат бойы сменде тұрады. Бұлардың басты міндеттері ешқашанда ешкімді осындай немізге қарауылный городогымызға ешкімді кіргізбеуге міндетті. Сақшының міндеті ұйықтауға болмайды, отыруға болмайды, әңгімелесуге болмайды, өлең айтуға болмайды, кітап оқуға болмайды. Оның осындай міндеттері бар. Қырағылықпен күзететін нағыз сақшылар ғана армияны бітіріп кеткеннен кейін сержант болып звание алып шығады олар. Енді өзінің объектісіне кез келген адамдар кіріп келе жатса, оның міндеті тоқта, кім келе жатыр деген дауыс береді. Ол одан да тыңдамай келе жатса, мына жерде автоматтың затворын тартып, жіберіп, аспанға бір рет атады. Егер де оны да тыңдамай келетін болса, амал жоқ, магазиндегі оғымен аяғын немесе қолын жарақаттап, атып, құлатып, қарауыл бастығына доклад беріп, командир батальонды шақырып, сол кезде ары қарай командир батальон оны өздері шеше береді. Барлығы бір тәулік бойы 12 солдат круглосуточно жүргеннен кейін, бір тәулік өткеннен кейін ертесінде екінші рота келеді. Екінші рота келеді да, тура осылардың отырған жерлерін бәрін қабылдап алады. Бірінші пост қабылдап алады, тура жаңағыдай доклад беріп, бірінші постта қандай жағдай бар, не бар, печатьпен тексеріп алып, сөйтіп бірінші рота өзінің казармасына қарай кетеді. Қарауыл сақшы түсінікті болса, тағы да мен сендерге реферат жаздыруға жазбаша түрінде конспекттер WhatsApp желісі арқылы жіберемін. Бүгінге сабағымыз осы, сау болыңдар.